болды Айсере, жаным жыламашы. Әжем, болды деп жаман шақырма. Қазір дәрігерлер хабарласын, қазір ғана ғой алып кеткендері. Құттай күтейік пе? Иә, күтейік. Хабар келсін. Міне, дәрігердің өзі хабарласып жатыр. Алло, барлығы жақсы ма? Немене? Не болды? Қалай сонда? Енді? Не болды, айтсаңызшы? Айзере, әжемнен айырылып қалдық. Не? Жылама. Әжем, мен әжемді қатты жақсы көретін едім ғой. Бәріміз де жақсы көрдік. Не болды екен? Кім өлтірді? Біздің ешқандай да қашуымыз жоқ еді ғой, барлығы жақсы болып келе жатыр еді ғой. Енді не болмақ? Аяндарға хабар берейік пе екен? Папа мамам ертең келетін сияқты. Онда жатып демалайық. Жоқ, мен әжеммен бірге жататын едім ғой. Болды, сабыр ет. Жылама, көзің ісіп кетеді, саған жылауға болмайды, сен ақылды қызсың. Жүре ғой. Әжемді қатты сағынып тұрмын. Болды, жылама. Ой, енді салып қалдым. Иә. Олар ұйықтап жатыр ғой? Иә. Жаным, Айсере ұйықтап жатыр. Қазір інісін көргенде қуанатын шығар. Апам қайда? Білмеймін. Апа? Мам? Продукты кім әкелген? Мам? Айсере тұр, Айсере. Тұр. Мама папаң келді. Ой, кішкентайдың бауы берік болсын. Рахмет. Қыз бал ма? Мә, қандай күшті. Мам. Не болды, неге жылап тұрсың? Айсере. Не болды, барлығы жақсы ма? Мам қайда? Иә, мамам көрінбейді ғой. Қызым, не болды? Қуаныштан жылап жатқан шығар. Қалай айтсам екен? Не болды, қорқытпай айтыңдар. Соны айтам, барлығы жақсы ма? Қысқасы, кеше сендер кеттіңдер ғой ауруханаға. Иә, содан кеткеннен кейін солай отырдық. Сосын мен дүкенге продукт алуға кетіп бара жатырмын. Одан Айзере де менімен бірге барғысы келген, соң оны алып кеттім. Иә. Сосын екеуміз кетіп қалдық. Дүкенде адам көп болғасын ұзақ тұрып қалдық. Одан Айзере екеуміз парктерге барып ойнаттым, іш пысқаннан кейін. Сосын біз келгенше кеш болып кетті. Үйге келгеннен кейін айтшы. Қорқытпадан айтыңдаршы. Апамда бәрі жақсы ма? Не болып қалды оған? Жердің барлығы қан. Сосын? Немене, не айтып тұрсың? Сол кезде апам талып қалған. Сосын немене? Жедел жәрдем хабарластың ба? Я, хабарласқаннан кейін, содан кейін олар алып кетті. Кішкене уақыт өткеннен кейін қайта бізге соғып апамның өмірден өткенін айтты. Немене? Қалай? Ол кісі немересін көрмей кетті ме сонда? Кім өлтірді анамды? Білмеймін. Бізге тегінде барлығы жақсы болатын. Ал үйге келгенде жердің барлығы қан. Әке, мен анамды сағындым.
Ой, әжемді сағындым. Қызым, қалай? Ол кісі немересін көрмей кетті ме сонда? Бұл бір сынақ шығар, жыламаңдаршы. Қалай, кім өлтірді оны? Аян, өлтірген адамды біз қалай тауып соттатуымыз керек? Иә, дұрыс айтасың. Мен қалай табамын? Мен кеттім. Қайда? Қазір. Не істейміз? Болды, уайымдамаңдаршы, барлығы жақсы болады. Не болды, Аян, барлығы жақсы ма? Таптың ба? Иә, таптық. Қалай тез таптыңдар? Барлығын іздеу салдық, оңай табылды. Осы жақта тұрғасын. Олар кім екен? Кім сен ананды өлтіріп жүрген? Сен не, жауларың бар ма еді? Осыдан 5 жыл бұрын мен азартникке кіріп кеткем. Қалай? Білесің ғой, Дана, мен күнде үйге шығып кеткен кезде, сол кезде мен азартникқа барып жүрдім. Ол кезде мен үйленген кезін еді ғой. Иә, сол кездер ғой. Сосын ана жігіттерді кездестірдім. Одан оларға ақша қарыз болып қалдым. Ол кезде мен ақшам қатты көп болған жоқ. Ақшам жетпей тұрғасын қашып жүрдім. Енді өз жерім мен емес, мен анамнан алғанда қалай кетті? Соны айтам. Қазір маған ақшамды қайтар десе қайтаратын едім ғой. Жауыздар. Енді олардың соттары қашан болады? Білмеймін. Көреміз. Әйтеуір таптық қой. Болды, қызым, сен жылама. Сен шаршаған шығарсың, жоқ ма? Мен жатқым келмейді, мен әжемді сағындым. Болды. Жақсы. Ай, ұлым, сені баланы алды, бөлмеге бара бер. Жақсы. Болды. Қызым, сен Дана әпкенің қасында бол, жүре ме? Жақсы. Иә, келе ғой. Болды. Айтпақшы, кешке мен сендерге бір жаңалығым бар. Не жаңалық? Кешке келгесін айтам. Бірақ уайымдамаңдар сендер. Жарайды. Ой, сен әлі отырсың ба? Иә. Зар уайымға салынып отырмыз ғой. Дана, саған көп рахмет. Біздің қиын-қыстау кезімізде қасымызда болдың, барлығын көмектестің. Жанымыздан талдың, саған үлкен рахмет. Оқасы жоқ. Сендер маған көмектестіңдер ғой. Сендерге де ризамын. Онысы сендер мен ең жақын туыстарымдай болып кеттіңдер ғой. Иә, екеуміз ажырасқаннан кейін сен мүлдем сөйлеспей қоям ба деп ойлаған едім. Бірақ қате түсінікпін. Барлығы керісінше болды. Иә, уайымдама. Мен сендердің әрқашанда қастарыңдамын. Айтпақшы, ай болмайды. Ұйықтап жатырған сияқты. Жақсы онда. Ой, Аян, келдің бе? Иә, көзің ісіп кетті, айттыңыз, жыламай қой деп. Қалай жыламайсың? Айтпақшы, Айзере солар қайда? Айзере мен Аслан ұйықтап қалды. Жарайды. Айтпақшы, балдардың аты Аслан болды ма? Иә, жаңа жылап жүріп айтуды ұмытып кетіппіз. Иә, айтпақшы, сен жаңа біраз айтамын деп едің ғой. Иә, бұл енді кішкене қуанышты жаңалық. Айтшы. Енді білесің, кішкентай баламыз неге келді? Айзере бар. Біз жаңа үйге көшсек деген ой болған. Шын айтып тұрсың ба? Иә. Бұл үйді не істейміз? Бұл үйді Данаға қалдырсақ. Не, маған? Жоқ, керек емес. Оданша сатыңдар, сол ақшаға өздеріңе жиһаз алыңдар. Жоқ, керек емес, бізде ақша бар. Байқап жүрмін, сен қазір квартира жалдап тұрсың. Осы екен, өзің үшін ремонттауға ақша береміз. Жоқ, керек емес. Қойыңдар, онысы сендер маған көп жақсы жасаңдар. Бұл үй өте үлкен ғой, маған керек емес. Дана, өтініш сыйластығымыз үшін алшы. Шын айтып тұрсыңдар ма? Иә.
Иә, саған берсек дұрыс болады. Сен бізге жақынымызсың ғой, бір-екі адам емессің. Мәссаған рахмет. Мен сенен бұндай жақсылық күткен жоқпын. Енді күтетін боласың. Сонда біздің үйіміз қай жақта? Осы ана көшеден кейін тағы бір көп үйлер тұрады, содан кейін қатарында. Жақын екен ғой. Иә, данаға қонаққа келіп тұрамыз. Рахмет сендерге. Сендей достарын мен өмірімде кездестірмеппін. Негізі сол жаңа үйге апама үлкен бір бөлме салдыртам деп жүр едім. Енді жақсы болды. Көп ойымға салынбайық. Барлығы жақсы болады. Өлтірген адамдардың өздеріне 2 есе жаза береміз ғой. Сотта көрсетеміз олармен. Сосын көрсетеміз оларға. Жоқ, сотқа сендер бармай ақ қойыңдар, өзім барам. Неге? Енді сен балалардың қасында болсаң болды. Жарайды, үйге қашан барамыз? Үйге ертеңдері барайық. Жақсы, солай болсын. Жақсына демалайық. Сен де киімді әлі ауыстырмаған сияқтысың ғой. Жақсы. Мен де үйіме барайын. Сен не бүгін біздің жата тұрмадың? Жоқ, үйге жаққа барым керек. Жақсы, саған көп рахмет. Иә, жақсы, сау болыңдар. Рахмет сендерге де. Продуктымды алып кетейін. Жақсы, сау болыңдар. Сау бол. Айсар ана жақта өзі ұйықтай берсін бе? Ұйықтай берсін. Жақсы, жатайық.